Әбдіжаппар Сманов деген ақсақал бар, танитын шығарсыздар. Менің бір 25 сағат дейтін бір бағдарламам бар, оны да көрген шығарсыздар. Сол ақсақалдан сұхбат алып отырып, сұраймын ғой енді, көке қандай өкінішіңіз бар, неге өкінесіз деген сияқты. Сонда енді мен енді талай адамнан сұхбат алып, талай адамға сұрақ қойып көрген адаммын ғой. Мені ақсақалдың жауабы таңғалдырды. Неге дейсіздер ғой? Ораза ұстай алмаған күндерім бар, тахаджуд намаз оқи алмаған түндерім бар. Соған өкінем, басқа еш нәрсеге өкінбейді дейді ғой ағамыз. Осы сөздер есіме түсіп ойланам ғой, біздің керісінше ораза ұстаған кейбір күндеріміз бар, тахаджуд намаз оқыған кейбір түндеріміз ғана бар шығар. Біраз молдамен сұхбат құрып көрдік қой, олар айтады, егер сенде бір проблема болса, оны шешудің бүкіл жолын қарастырып, бірақ түннің соңғы бөлігінде тахаджуд намазын оқымасаң, әлі сен мәселеңді шешетін бүкіл тетікті қарастырмаған екенсің. Тіпті негізгісін ұмытқан екенсің дейді. Қасиетті айдың ішінде отырмыз, әрі ол намазды оқуға ең оңтайлы кезең қазір деп ойлаймын. Неге десеңіздер, онсыз да сәріге тұрамыз, тура сол сәрінің алдында екі бас намазыңызды оқып, бар керегіңізді жаратқаннан барынша жалбарынып сұрап қалыңыз. Қабыл болсын, соны айтайын дегенмін.